Армысыздар ардақтаған ипотекалық дәрігер YouTube каналыма қош келдіңіздер. Есімім Рүстем болады. Құрметті достар, 2022 жылға арналған бақытты отбасы бағдарламасын қабыл алыңыздар. Талаптары, шарттары, 2022 жыл қандай өзгерістер енгізілді, жалпы баспана алғанда оның ай сайынғы төлемі, несие тарихыңызға сіздің көңіл аудара ма, жалпы бақытты отбасы бағдарламасына кімдер қатыса алады, осы және өзге де сұрақтардың жауабын дәл осы видеодан еститін боласыздар. Сондықтан видеоны соңына дейін көріңіздер. Егер сіздің көп балалы отбасы, немесе толық емес отбасы, немесе мүмкіндік шектеулі бала тәрбиелеп отқан отбасы сияқты таныстарыңыз болса, осы видеоны соларға таратыңыздар. Сіздің қандай да бір сол кісілердің баспана алуға септігіңіз тисін. Менің каналыма жазылып отырыңыздар. Мұқият тыңдаңыздар, соткаларыңызды өшіріңіздер, жаңағы музыканы, сериалды дәл осы видеоны соңына дейін тыңдаңыздар. Міне, қабыл алыңыздар, мен тақырыпты бастаймын. Құрметті достар, ең бірінші тоқталайық, кімдер қатыса алады бағдарламаға. Жергілікті әкімшілікте тұрғын үй кезегінде тұрған 3-ақ категория қатыса алады. Олар кімдер? Ең бірінші мүмкіндігі шектеулі бала тәрбиелеп отқан немесе балалары бар отбасы. Екінші категория көп балалы отбасы. 4 немесе одан да көп балалары болу керек. Үшінші категория толық емес отбасы. Яғни ажырасқан болса, неке бұзылған шарты 3 жылдан артық болу керек, 3 жылдан кем болмау керек. Міне қазіргі таңда осы 3 қана категория қатыса алады. Оның алдында мынандай ақпараттар тараған болатын. Бірінші, екінші топ мүгедектері немесе жетім балалар қатыса алады деген. Ол жаңағы сұранысты отбасы банк төрайымы үкіметке жолдаған, үкімет оны қарастыру үстінде. Алдағы уақытта қандай да бір өзгеріс енгізіліп жатса, жаңа категорияға қатыса алатын мүмкіндікке ие болып жатса, мен сіздерге оны алдын ала жеткізетін боламын. Қазіргі таңда осы 3 қана категория. Енді құрметті достар, шарттарына тоқталатын болайық, мұқият тыңдаңыздар. 10% алғашқы жарна үй құнына байланысты. 15 миллионға үй алам десеңіз 1,5 миллион керек, 10 миллионға үй алам десеңіз 1 миллион теңге керек. Сол алғашқы жарнаны сіз тұрғын үй сертификаты арқылы қолдансаңыз болады. Тұрғын үй сертификаты жайында менің YouTube каналымда арнайы видео бар, 2022 жылы түсірілген. Мына жерге картинкасын қоямын, соны міндетті түрде көріп шығыңыздар. Онан кейін бірыңғай зейнетақы жинақ қорындағы шек сомадан асқан қаражатты қолдансаңыздар да болады. Ол жайында да менің YouTube каналымда видео бар. МПФ ақшасын қолдану мәселесі бойынша 16 видео бар. Міндетті түрде оны да қарап шығыңыздар. Мүмкін сізде МПФ-те жатқан артық сомаңыз бар шығар. Оны қолдансаңыздар да болады. Ары қаратай өзіңіздің қаражатыңызды қолдансаңыз болады алғашқы жарнаға. Жалпы бағдарламаға өтінім беріп атқан кезде сіздің депозитіңізден 0 теңге болса да өтінім бере аласыз. Міндетті түрде 10% болу керек деген шарт жоқ. Кейін доход растап, үй тауып, займ рәсімдеп атқан кезде 10% алғашқы жарнаны сала саласыз, немесе тұрғын үй сертификатын қолдануға болады. Тұрғын үй сертификаты ол жергілікті әкімшіліктерге байланысты беріледі. Ары қаратай елдегі ең төмен процентный ставкамен беріледі 2%. 2%-мен ғана. Бұл өте керемет. Үй таңдайтын кезде бірінші нарықтан да, екінші нарықтан да пәтер алуға болады. Сонымен қатар жер үйді алуға болады. Мына жер үй алатын кезде мұқият ең бірінші біліп алуыңыз керек. Сіз өзіңіздің жеке консультантыңыздан немесе отбасы банк менеджерден сұраңыз. Ол жер үй орналасқан аймақ банктың кредит беру аймағына кіре ма, яғни зона кредитоваяға. Онан кейін ол жердің назначениясы ЛПХ немесе ИЖС болу керек. Андай дача немесе жаңағында времянка салынған үйлерді ала алмайсыз. Кәдімгі үй болу керек. Ары қаратай құрметті достар, максималды 15 миллион теңгеге дейін қарыз беріледі. Қай аймақтарда? Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент, Атырау, Ақтау қалаларында максималды қарыз сомасы 15 миллион теңгеге дейін. Өзге аймақтарда максималды қарыз сомасы 10 миллион теңгеге дейін. Яғни бұл банктың беретін сізге максималды қарызы. Ал сіз алам деп атқан пәтер 17 миллион, 20 миллион тұрса, ар жағындағы ақшаны өз қалтаңыздан сатушыға бересіз, құрметті достар. Енді мұны жерде мұқият тыңдаңыздар. Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларын әтей қызылмен жазып қойдым. Дәл осы қалаларда үй кезегінде тұрған азаматтар, мына 3 категория, яғни осы қалалардың облысынан немесе район орталықтарынан ала алмайсыздар. Мысалы, Нұр-Сұлтан қаласы Ақмола облысынан ала алмайсыз. Алматы қаласында үй кезегінде тұрсаңыз, Алматы облысынан ала алмайсыз, немесе Алматыдағы жаңағы пригородный зоналардан үй ала алмайсыз, тек қана осы қалалардан. Ал мынау Атырау, Ақтау қалаларында үй кезегінде тұрып, сол қалалардың жаңағы облыстарынан алсаңыздар да болады, оған рұқсат етіледі. Өзге аймақтарда 10 миллион теңге. Қарағандыда тұрсаңыз, Қарағанды облысынан да үй алуға болады, құрметті достар. Түсінікті да? Ары қаратай кеттік. Талаптары мұқият тыңдаңыздар. Енді сізге қандай талап қояды бағдарламаға қатысып ипотека рәсімдеу үшін? Ең бірінші талап: отбасының табысы
жан басына бөлгенде 3/1 күнкөріс деңгейінен асып кетпеуі керек. 2022 жылы бір күнкөріс деңгейі, құрметті достар, 1 апрельден бастап 37.389 теңгеге ұлғайды. Демек, 3/1 күнкөріс деңгейін 37.389 теңгеге көбейтетін болсақ, бір адамның табысы 115.905 теңгеден асып кетпеуі керек. Мысал ретінде көрсетейін, көп балалы отбасы. Күйеуі жұмыс жасайды, әйелі жұмыссыз, 4 баласы бар. Әйелі многодетный мама ретінде пособие алады, 49.100 теңге. Күйеуі жалдамалы жұмыскер, 200.000 теңге табыс алады. Яғни, ең бірінші талапта күйеуінің доходын тексереді. Әйелі жұмыссыз болса, күйеуі доходын көрсете алады. Оған кейінірек тоқталатын боламыз. Қараңыз, күйеуі 200.000 алады, таза қолына 200.000-ды 6 адамға бөлсек, әр адамға 33.333 теңгеден айналады. Яғни бұл сома 115.000 теңгеден аз, яғни сіз бағдарламаға қатыса аласыз деген сөзді білдіреді. Дәл осы бағдарламаға сіз кіресіз, немесе кіре алмайсыз, оны жаңа табыс көзін есептейтін кезде негізгі табысқа қарайды, құрметті достар. Негізгі табысқа жалдамалы жұмыскер табысы жатады, яғни соңғы 6 айдың табысына қарайды, наемный работник болсаңыз. Жеке кәсіпкер болсаңыз, соңғы 12 айдың декларациясына қарайды, 910 немесе 911 формасын алып келесіз. Өтеулі қызмет көрсететіндер, яғни договорниктер, міне осы 3 табыс негізгі табысқа жатады. Жалпы қандай құжаттар жинау керек, жалдамалы жұмыскер немесе жеке кәсіпкер табысын қалай растайды, менің YouTube каналымда бар, плейлист бөліміне өтіп, табыс растау бөлімшесінен қарасаңыздар болады. Қандай құжаттар жинау керек, сол жерде толық айтылған. Яғни сіздің табысыңыз бір адамға бөлгенде 115.000 теңгеден аспасаңыз, сіз бағдарламаға қатыса аласыз деген сөз. Яғни сіз бірінші этаптан өттіңіз. Керемет. Енді алда сізді екінші этап күтіп тұр. Яғни табыс растау, доход көрсету бөлімі. Мұқият тыңдағаныңыздар, құрметті достар, сіздер үшін әдейі жазып қойдым. 6 миллион теңгеге пәтер алам десеңіз, оның ай сайынғы төлемі 31.600 теңге. 9 миллионға пәтер алам десеңіз, ай сайынғы төлемі 47.400 теңгені құрайды. 10 миллионға пәтер алам десеңіз, ай сайынғы төлем 52.700 теңгені құрайды. 12 миллионға пәтер алам десеңіз, ай сайынғы төлем 63.200 теңгені құрайды. Ал 15 миллионға пәтер алам десеңіз, ай сайынғы төлемі 79.000 теңгені құрайды. Бұны сіздерге не үшін айтып тұрмын? Чтобы ай сайынғы төлемді сіздер білсін деп. Ал сіздің алам деп атқан баспананың құны өзгеше болса, оны өзіңіздің жеке кеңесшіңіз немесе менеджеріңізден білсеңіз болады. Құрметтім, мен 11 миллионға пәтер алайын деп едім, оның ай сайынғы төлемі қанша деп. Ол не үшін керек? Табыс растау үшін кәсіпкерлерге доход есептеуді үйрететін боламын. Міне, енді табыс растайтын кезде мына негізгі табыспен бірге қосымша табысты да көрсетсеңіздер болады. Негізгі табыста мына жерде мысалы басында айтып өттім ғой, многодетный мама пособие алады деп. Оны өз жерде қоспайды. Ал қосымша доход көрсететін кезде оны қоссаңыздар болады. Қосымша табысқа экологиялық выплаталар, мысалы семей полигонында өмір сүріп жатса, оларға экологический выплата төленеді. Оны справкамен дәлелдейсіздер. Немесе кейбір пособия түрлері, жаңағы көп балалы ана ретінде алатын пособия, мүмкіндігі шектеулі бала тәрбиелеп отқан, немесе сол балаға алынатын пособия, асыраушысынан айырылды деген пособиялар жатады. Барлық пособия бірдей жата бермейді, анау АСП қосымша табысқа жатпайды. Немесе 1 жасқа дейінгі төленетін пособия ол жатпайды. Көрдіңіздер да? Ары қаратай тұрғын үй төлемдерін алатындарға тұрғын үй төлемдері негіз қосымша табыс болып саналады. Сонымен қатар стипендия алсаңыз да, стипендия да қосымша табыс болып саналады. Пенсия алсаңыз да, ол да қосымша табыс болып саналады. Міне, құрметті достар, доход көрсеткен кезде негізгі табыс пен қосымша табысты бірге алады. Міне, табысыңызды алады, сол табыстан сіздің шығындарды алып тастайтын болады. Енді шығындарды алып тастайтын кезде отбасы банк менеджері сіздің несие тарихыңызды прямо лупамен тексереді былай. Так, бәленбайдың несие тарихын тексереді. Соңғы 12 айға қарайды. Соңғы 12 айда 90 күннен асқан просрочка болмау керек. Қолданыстағы кредит болса, оның суммасы 1000 теңгеден асқан просрочка болмау керек. Егер соңғы 12 айда осындай просрочка болса, сіздің кредитный историяңыз отрицательный болып саналады. Оны дер кезінде қазірден бастап жауып тастау керек та, сол коллекторға өткен болса, немесе жеке сот орындаушыны өткен болса, олардан справка аласыз. Справкада былай жазылып тұру керек. Мырқымбайға анықтама берілді, оның қарызы төленді, қарыз сомасы осынша сома, төленген мерзімі осынша уақыт деп көрсетілу керек. Неге? Сіз справка алған күннен бастап 30 күн өту керек. 30 күн өту керек. Сондықтан қазірден бастап қимылдаңыз, қандай да бір қарыздарыңыз болса, міндетті түрде жауып тастаңыз.
Көрдіңіздер да достар. Жалпы несие тарихы бойынша менің YouTube каналымда видео бар, қазір мына жерге сүйретін қоямын. Плейлист бөліміне өтіп, кредитный история жерінде көрсеңіздер болады. Несие тарихын қалай алуға болады, несие тарихына талдау видеолар бар. Міндетті түрде көріңіз. Оның бәрін бір видеоға сыйғызу мүмкін емес, құрметті достар. Ары қаратай сіздің доходыңызды, общий доходыңызды алады. Мысалы, мына көпбалалы отбасы 200 мың теңге табысы бар да. 200 мың теңге табысы бар деп есептейік. Мысал ретінде. Плюс қандай да пособиялар болса, оны да қоса бересіз плюс деп. Енді 15 миллион теңгеге пәтер алып жатыр бұл отбасы. Ай сайынғы төлемі мен басында айттым 79 мың теңге. Яғни сіздің табыстан 79 мың теңгені алып тастайды. Өнен кейін әр адамның бір ай бойы өмір сүру үшін бір адамға 5 МРП-дан расход, яғни шығын. Бір МРП 3063 теңгені құрайды 2022 жылы. Яғни оны 5-ке көбейтетін болсақ, әр адам үшін 15315 теңге расход. Бұл отбасында 6 адам бар. 15315 6 адамға көбейтетін болсақ, 91890 теңге сіздің минус. Өлен кейін 20 мың теңге Каспийде кредитіңіз бар екен, ол да минус. 5 мың теңгеге сот қалғансыз товарный кредит, ол да минус. Яғни мына 200 мың общий семьяның доходынан сіздің расходтарды алады. Ипотека бар, күнкөріс деңгейі үшін алып, осының бәрін алып тастағанда, мына отбасында 4110 теңге қолында қалды. Көрдіңіз ба? Яғни сіз доход растадыңыз деген сөз. Ең соңында сіздің қолыңызда хотя бы 1 теңге қалу керек. 1 теңге. Егер минусқа кіріп кетсеңіз, яғни бүткіл табыстан шығындарыңызды алғанда минусқа кіріп кетсеңіз, онда төлем қабілетіңізді растай алмайсыз. Доход жетпейді деген сөз. Сізге 2 адам созаемшік керек болады. Көрдіңіздер да? Міне, сөйтіп екінші этаптан өтесіз. Осылай табысыңызды растағанда ең соңында хотя бы 1 теңге қалу керек. Табысыңызды растадыңыз, енді ура, керемет. Ары қаратай доходты растағаннан кейін сізге былтырғы жүйемен есептейтін болсақ, 2 ай уақыт береді доход көрсетуге. Табысты растабағаннан кейін баспана алуға 6 ай уақыт беріледі. Биылда солай болуы әбден мүмкін, құрметті достар. Енді мынандай сұрақ туындауы мүмкін сіз жер жақтан. Көп балалы ана мысалы, күйеуде, әйелде жұмыс жасамайды, бірақ пособие алады. Қатыса алмайсыз. Толық емес отбасы, ажырасқан болса, немесе мүлдем неке құрмаған да баласы бар, жұмыс жасамаса, официальный жұмыс жасамаса, мына негізгі табыстары жоқ болса, бағдарламаға қатыса алмайсыз. Мүмкіндігі шектеулі бала тәрбиелеп отқан отбасын алып қарайық. Әйел жұмыс жасамайды, күйеуі жұмыс жасаса официальный, онда қатыса аласыздар. Күйеуіңіздің доходын көрсетуге болады. Күйеуіңіздің доход жетпесе, тағы бір адамды созаемшік ретінде тарта аласыз. Сол сияқты көп балалы отбасыда әйел жұмыс жасамай, күйеуі жұмыс жасаса, ресми табысы болса, мына негізгі табыс. Жалдамалы жұмыскер, жеке кәсіпкер немесе договорник болып жұмыс жасаса, онда қатыса аласыздар. Ал егер күйеуде, әйелде жұмыссыз болса, негізгі табыстар жоқ, бірақ пособиялары болса, қатыса алмайсыздар. Соңғы 6 ай пенсионкаға қарайды. Жалдамалы жұмыскер болсаңыз. Жеке кәсіпкер болса, соңғы 1 жылдың декларациясына қарайды. Ұмытпаңыздар. Енді құрметті достар, ең тәтті жері биыл бақытты отбасы 20 июнь 2022 жылы басталады. Бағдарлама басталғанда отбасы банк бөлімшесіне барудың қажеті жоқ. Кеңесшіңізге звондап, оның да мазасын алудың қажеті жоқ. Тек қана сізде ноутбук, компьютер болу керек, интернет болу керек. Баспана маркет деп Google-ден тересіздер да, жеке кабинетіңізге кіресіз. Оң жақ бұрышында вход немесе кіру деген болады. Соған бассаңыз, сіздің нөмір телефоныңыз сұрайды. Өнен кейін өзіңіз жаңа отбасы банк қосымшасына кіріп жүрген пароль ойластырдыңыз ғой, соны сұрайды. Оны ұмытып қалсаңыз, забыл пароль деп қайттан жаңадан регистрация жасап алуға болады отбасы банк қосымшасы арқылы. Приложениядан, Play Market App Store-дан көшіріп алып. Ал егер нөмір телефоныңыз өзгерген болса, оны да онлайн өзгертуге болады нөмір телефон. Немесе банк бөлімшесіне барып нөмір телефоныңызды өзгерте салыңыз. Өнен жеке кабинетке тіркеліп, міне кіресіздер. Баспана маркет сайтына. Ешқайда барудың қажеті жоқ, барлығы онлайн. Сайтқа кіргеннен кейін бақытты отбасы бағдарламасына өтінім беру тетікшесі тұрады. Соған басасыздар, өзіңіздің иініңізді тересіздер, иініңіз тергеннен кейін сізге 14-14-тен хабарлама келеді, үй кезегінде тұрған жоқ па деген. Сол жерге 511 деп тересіздер да ответін жазасыздар, өнен кейін ответін жазғаннан кейін арғатай өтінім бересіздер. Болмаса ЭЦП кілтпенде кірсеңіздер де болады. Міне бағдарламаға қатысу осылай болады, құрметті достар. Арғатай мен сіздерге айттым ғой, бағдарламаға қатысатын кезде белгілі бір уақыт беріледі. Мүмкін 1 ай, мүмкін 15 күн,
уақыт біткеннен кейін іріктеу басталынады. Бір 10 күн ба, жоқ мүмкін сразу іріктелу бола ма. Іріктелу біткеннен кейін негізгі тізім және қосымша тізім болып екі тізім құралады. Негізгі тізімге өтсеңіз, сізге отбасы банкінен SMS хабарландыру келеді. Құрметті бірдеме, сіз өттіңіз, құттықтаймыз, отбасы банкіне келіңіз, осындай датасын жазып береді. Яғни сізге 2 ай беру мүмкін доход көрсетуге. Доход көрсететін кезде состиып, өзіңіз ғана келіп жүрмеңіз. Әләлім деп. Күйеуіңіз болса, күйеуіңізді алып келесіз, балалардың бүткіл оригинал удостоверенияларын алып, жаңағы туу туралы куәліктерін алып келесіз, неке туралы куәлік, барлық күйеуіңіз болса бірге келуіңіз керек. Түсіндіңіздер да? Жалпы қандай құжаттар керек? Айттым ғой, жаңа менің YouTube каналымда видео бар, мына жерден қазір сюжетін қоямын. Көріңіздер соларды. Ары қаратай. Сонан кейін доход растағаннан кейін сіздерге 6 ай уақыт беріледі баспана тауып, оны оценка жасатып, рәсімдеп алған керек. Енді қараңыздар, сіздерге фишка лайфхак айтайын. 6 ай уақыт ішінде өзіңіздің өңір бойынша нұрлы жер бағдарламасы аясында шаңырақ немесе кредиттік жүйе бойынша конкурстар болып жатса, сіз соған қатыссаңыз болады. Сіздің қолыңызда одобрение бар. Екінші этаптан өттіңіз ғой бағана доход көрсетіп. Одобрение бар. 6 ай уақыт бар үй табуға. Сол конкурсқа қосымша қатыссаңыздар да болады. Сол конкурске қатыссаңыздар 5%-бен беріліп жатқан пәтерді 2% рәсімдей аласыздар. Міне, осы 3 категория. Бірақ осы 3 категорияның ішінде ең бірінші орында мүмкіндігі шектеулі бала тәрбиелеп отқандар тұрады, одан кейін көп балалы, одан кейін толық емес отбасы. Яғни сіз осы 3 категория бір-біріне конкурент болады ғой. Көрдіңіз ба? Дәл осы жайында толық видео мен YouTube каналымда бар, картинкасын мына жерге қоямын. 5%-бен берілетін пәтерді 2%-бен кімдер рәсімдей алады деген. Үлкен ауқымды видео, оны да көріп шығыңыздар. Міне, құрметті достар, сіздерге лайфхак. Осындай конкурске қатыссаңыздар, сіздер автоматты түрде бірінші орында тұрасыздар, қолдарыңызда одобрение болса. Енді, құрметті достар, биыл 2022 жылы басымдық ең бірінші 100% мүмкіндігі шектеулі бала тәрбиелеп отқандарға беріледі. Өнен кейін көп балалы отбасына, өнен кейін толық емес отбасына беріледі. Жалпы отбасы банкінің ресми ақпаратына сүйенетін болсақ, биыл 5000 отбасын пәтермен қамтамасыз етпекші. Міне, құрметті достар, тақырып осы. Толық сіздерге айттым деп үміттеніп тұрмын. Оқыңыздар, көріңіздер, үйреніңіздер, баспаналы болыңыздар. Жалпы менің осы бақыт отбасы бойынша толық сопровождение жасай аламын, құны 100 000 теңге. Кеңес алғыларыңыз келсе, жеке кеңес құны 10 000 теңге. Құрметті достар, тақырып осы. Ұнаса лайктарыңызды аямаңыздар, каналға жазылыңыздар. Келесі видеоларда кездескенше аман есен сау болыңыздар.